Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан сәтті шығатын шоколадты пончиктардың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін мұқият қарап, каналыма тіркеле кетіңіз. Алдын ала жылытып алған сүтімізге ашытқыны салып, бір араластырамыз. Одан кейін құмшекер және ерітілген сары майды құямыз және бір жұмыртқаны жарып қосып, барлығын жақсылап бір араластырамыз. Ең соңынан ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр дайындалады. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Бір жарым сағат өткеннен кейін қамырымыз осындай үлкен болып көтеріледі. Енді осы қамырымызды бір қайырып, қазір жаятын боламыз. Қамырымызды жаятын тақтай немесе силиконды ковриктің үстіне осылай май жағып шығамыз. Өйткені бізге қамырдың жабыспағаны керек. Қамырымызды қатты қалың немесе жұқа етпей, 0,5 сантиметр қалыңдықта жайып шығамыз. Пончик кесуге арналған арнайы құрылғы болса сонымен, болмаса осындай бір үлкендеу дөңгелекпен және ортасын кішкентай дөңгелекпен кесіп алатын боламыз. Егер үйіңізде кондитерлік насадка болса, ортасын сонымен кесіп алған өте ыңғайлы, және барлығын осылай кесіп алғаннан кейін майланған жерге орналастырып шығамыз. Өйткені біздің пончиктарымыз, яғни қамырымыз жабысып қалмауы тиіс. Одан кейін бетін жауып, жарты немесе 1 сағат көтерілгенін күтетін боламыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін табамызға майымызды құйып қыздыратын боламыз. Пончиктеріміз осылай көтерілуі тиіс. Майымыз қызғаннан кейін пончиктерімізді салып, екі жағын жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Жақсылап қызартып қуырғаннан кейін пончиктерімізді майдан аламыз. Бізде осындай сырты кішкене қаттылау, іші жұмсақ қамыр пісіп шығады. Шоколадымызға кішкене өсімдік майын құйып, жақсылап ерітіп аламыз. Енді осы шоколадымызға пончиктерімізді жартылай батырып алып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен арахис және фисташкамен дайын болғаннан кейін 15-20 минут тоңазытқышқа салып аламыз. Содан кейін жей беруге болады. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер, ас болсын.